Әлемде алуан түрлі ойындар бар. Біреулері көңіл көтеру үшін, басқалары білім алу үшін жасалады. Бірақ кейде ойындар адамның миына сұрақтар туғызып, қорқынышты толы әсер қалдырады. Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгін біз сіздерге аңызға айналған жұмбақ ойын Мистер Микс туралы айтып береміз. Бұл тек теру ойыны емес, бұл құпияға толы хакерлердің нысанына айналған ерекше жоба. Ендеше бастаймыз. Мистер Микс 1990 жылдары жасалған теру дағдыларын дамытуға арналған компьютерлік ойын. Бұл ойын бастапқыда жасөспірім балаларға арналып жасалған болатын, яғни мектепке дейінгі дайындық секілді. Басты кейіпкер үлкен басы мен қорқынышты көзі бар Мистер Микс аспаз. Ойынның мақсаты берілген сөздерді теріп, ингредиенттерді жинау. Бірақ ойынның ерекшелігі оның өте жылдам күрделенуінде болды. Алғашқы деңгейлерде минутына 10 сөз теру қажет болса, 5-ші деңгейде бұл сан 500-ден асып кетеді. Әрине, бұл мүмкін бе? Әрине жоқ. Бірақ осы ойын жай ғана жаттығу бағдарламасы емес сияқты. Мистер Микс туралы мифтер мұнымен шектелмейді. Кейбір ойыншылар ойыннан кейін қорқынышты түстер көргендерін және Мистер Микстің оларға ойында тоқтат деп бұйырғанын айтқан. Бұл жай аңыз ба, әлде шындық па, білмейміз. Бірақ ойынның айналасындағы оқиғалар оның ерекше әрі қорқынышты екеніне көз жеткізеді. Сонымен қатар, ойынның бұзылған нұсқасын ойнаған адамдардың психологиялық қиындықтарға тап болғаны туралы да айтылған. Мистер Микс ойынының ерекшелігі оның күрделілік деңгейінің шектен тыс жоғары болуы. Мысалы, 1-ші деңгейде минутына 10 сөз теру керек болса, 5-ші деңгейде бұл сан 500-ден асады. Бұл техникалық тұрғыдан мүмкін емес. Бұған қоса, ойынның дыбыстық ерекшелігі де көп еді. 1-ші деңгейде артқы дыбыстар ретінде ырылдар естілсе, мысалы иттің ырылдауы сияқты. Соңғы деңгейлерде құлаққа жағымсыз жиіліктер қосылады. Бұндай дыбыстар компьютер мен динамиктерде зақым келтіруі мүмкін. 2-ші деңгейде қосылып тұрған феннің дыбысы шығады. Әрі қарай қорқынышты дыбыстар басым алады. Бұл дыбыстарды өзіңіз естіп көріңіз. Мистер Микс ойынның ең ерекше оқиғалары хакерлердің бұл ойынды бұзуы кезінде басталды. 2000-ші жылдардың басында хакерлер ойынның кодтарын зерттей бастады. Нәтижесінде ойынның жасырын файлдары бар екені анықталды. Бұл файлдарда қорқынышты бейнелер мен дауыстар болды. Кейбір файлдарда шифрланған мәтіндер кездескен. Оларды оқығанда ойынның жасырын хабарламалары ашылған болатын. Бір файлда былай жазылған: сіз дұрыс жолдасыз, бірақ бұны жалғастырмаңыз. Хакерлердің айтуы бойынша, ойында 6 деңгей бар, бірақ
5-ші деңгейден кейін ойын өздігінен тоқтайды. Бірақ ойын кодында 6-ші деңгей деген жасырын бөлім бар екені анықталған. Оны ашқан кезде экранда өте жоғары жиіліктегі дыбыстар шығып, мониторда адамдардың абстракты суреттері пайда болған. Бұл суреттерді зерттей келе кейбіреулер олардың шынайы адамдар екенін мәлімдеген. Олардың бірі ойын жазушылары туралы ақпарат берсе, екіншісі бұл ойынды сендерді тоқтату үшін жасалған деген хабарлама көрсеткен. Хакерлер 5-ші деңгейден кейін 6-ші деңгейге өткенде ешқандай тағам атауы берілмейтінін айтқан. Оның орнына сіздер көріп тұрған бейби сөзі, яғни қазақша аудармасы бала деген мағынаны береді. Яғни бұл дегеніміз Мистер Микс ойынның мектепке дейінгі дайындығы емес. Бұл дегеніміз балалардың психикасынан айыратын ойын деп айтсақ қате емес. Себебі дені дұрыс адам әр ойынға бейби деген сөзді қосар ма еді? Өз ойыңызды пікірге жаза кетіңіз. Көптеген зерттеушілер бұл ойын туралы аңыздардан тек крипипаста жанрында жататынын айтады. Яғни бұл интернеттегі ойдан шығарылған қорқынышты оқиғалар. Бірақ кейбір фактілер әлі күнге дейін де құпия болып қалып отыр. Ойынның жаңартылған нұсқасын ютубта көріп өзіңіз бағалай аласыз. Міне достар, Мистер Микс туралы ең жұмбақ және қорқынышты оқиғалар осындай. Бұл ойын туралы сіз не ойлайсыз? Ойынның хакерлер бұзған құпиялары шындық болуы мүмкін бе? Өз ойыңызды пікірде бөлісіңіз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.